Bugün жұмыс істемеймін. Сонымен жасырынбақ ойыны басталды. Тағылмасаң ұстап аламын. Қазір мен сені тауып... Сен не істеп жүрсің? Баланы іздеп жүрмін. Баладан айырылып қалдың ба? Жоқ, ол жай ғана. Міне келді. Не болып қалды? Осы саған қанша рет айтуға болады. Рэндалл, осында екенсің ғой. Ал енді баланы қайда табамыз? Суретін газетке шығартты. Көрдің бе? Сен қорқытатын бала. Басың ба жоқ па? Не болып жатқанын түсінбейді деп берің. Өзін түні мен іздеп шықтым. Бұл жаңалықты естіген соң маған мынадай ой келді. Демек ол бала бір жаққа қашып кеткен. Солай. Біз ештеңе білмейтіндей сыңай танытуымыз керек, ұқтың ба? Сен құрылғыға жауап бересің, ал баланы маған қалдыр. Кімнің шығарып жібергенін білсем, оңдырмай. Неге қалшиып тұрсың? Қане кеттік, бас аяғыңды. Болды. Кетіп бара жатырмын. Олар кетіп қалды. Жағдайымыз мүшкіл, енді қайттық. Ол құрылғы туралы айтты. Айтсақ айтайын. Сабыр ет, бастысы қажетті есікті тауып баланы үйіне жіберу керек. Дұрыс. Сөзіңнің жаны бар, Сали. Күнделікті жұмысымызды істейміз, ешкімді байқамай қалады. Қайырлы таң, жігіттер. Сәлем, қалдарың қалай? Сен түлегенсің бе? Қол бұрып кетіпсің. Магнитті картаны алдың ба? Алмағанды ше. Әрине алдым. Саған айттым ғой. Барамын да картаны алып келемін деп. Бардым да картаны алдым. Жарайды, енді күтейік. Абай бол, жарай ма? Енді табалдырықтан аттап шығушы болма. Майк, бұл оның есігі емес. Не деп тұрсың? Әрине соныкі, басқа кімдікі болсын. Оның есігі ақ түсті болады. Жоқ. Әрі гүлдердің суреті бар. Қараңғыда солай көрінген ғой. Бұл дәл сол есік. Ей, балақай, көңілді әуен естіп тұрмысың? Жарайсың. Маған ардып, ашық хат жіберуді ұмытпа. Майк Вазовскийге нөмірі 22-ші есіңе сақтап ал. Майк Вазовский. Майк Вазовский. Жарайсың, ал енді бөгілме. Сау бол. Қане кіре ғой. Міне қарындашты көрдің бе? Бар, іздей ғой, іздей ғой. Майк, бұл балақай будың есігі емес. Бұл? Қайдағы бұл? Мен балақайды солай атаймын. Не, қарсылығың бар ма? Сәлі, балаға ат қоюға болмайды. Ат қойған бетте оған бауыр басып қаласың. Бір амалын тауып одан құтыл. Әйтпесе мен сені аямаймын. Біз дайындалып жатырмыз. Сәлі екеуміз театр үйірмесіне қатысамыз. Мюзикл қоймақпыз. Одан құтыл, әйтпесе мен аямаймын. Қойылым солай аталады. Құтыл шодан, әйтпесе мен аямаймын. Құтыл одан. Әлі де дайындалуымыз керек. Қолымыздан келгенше тырысып жүрміз. Сәлі, ашуымды келтірмей тезірек баламен қоштас. Ол қайда? Кетіп қалды ма? Қайда кеткен? Масқара. Тағы да айырылып қалдың ба? Айтарға сөзім жоқ. Қоя тұр, тіпті жақсы. Біз одан құтылдық қой. Өзі қашып кетті. Тоқта демін. Сәлі, тыңдаш, рекордқа жетуге азақ қалды. Оны басқа біреу тауып алады. Басыңды қатырма. Ұмыт оны, ұмыт деймін. Сендер не істеп жүрсіңдер? Қойылымға дайындалып жүр. Ұмыт оны, ұмыт. Жетер енді, Вазовский. Қашып кеткен бала туралы не айтасың, Салливан? Масқара емес пе? Иә, масқара болды. Ұзын құлақтан естуімше бала корпорацияда жүрген көрінеді. Бөгде ештеңені байқаған жоқсың. Негізі... Жоға, о не дегенің. Егер әріптестеріңнен күдіктеніп жүрсең, Ваксфордқа баса назар аудар. Ваксфорд па? Иә, ол 6-шы станцияда сені өз сондай қу. Ей, Ваксфорд! Сәлі! Майкл Вазовский! Кешегі кеш менің өмірімдегі ең нашар кештердің бірі болды. Ұқтың ба? Сен мені мүлде жақсы көрмейсің. Ренжімеш, қымбаттым. Сушиді ұнатасың деп ойлап ем. Суши? Суши дейсің бе? Тыныш, сұлуым. Сол үшін ренжіді дейсің бе?